Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оңғардың Оңкар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін тағы да Қытай көліктері туралы айтқалы отырмын. Қытай көліктердің сапасына қатысты жалпы соңғы уақытта сын көбейіп кетті. Оны мемлекеттік органдар да айтып жатыр. Дегенмен бұл жерде ажыратып алатын бір нәрсе бар. Мен осы тұрғыда материал жасадым. Дегенмен мынандай күмән қалды. Шынымен де Қытай көліктеріне қарсы, Қытай көліктерді алған адамдарды түсінбеймін деп жататын азаматтар және Қытай көліктерінің сапасы өте нашар екенін шынымен де көріп отырған азаматтардың бар екеніне көзім жетті. Ондайлар жай барған емес, көп екен шынымен. Дегенмен екінші жағы бар. Мемлекеттік орган, тұтынушылардың құқығын қорғау комитеті нақты міне Қытай көліктерінің сапасына қатысты халықтан сын көбейді деп ақпарат таратып отыр. Бұл жерде мен неге күмәнданып отырмын? Олардың сапасына қатысты мысалға неге Қытайларды ерекшелеп айтады? Неге басқа жалпы көліктердің сапасына қатысты деп айтпайды? Бұл жерде маған мынадай бір күдік келді. Қазақстандық көліктерді қазір Қазақстанда сатылып жатқан негізгі халықтың көбі тұтынуға мүмкіндігі бар көліктер, ол жаңағы шын айтқанда Мерседесті, БМВ-ні екінің бірі алып жатқан жоқ. Кредитке болса да алып жатқан көліктер, Қазақстанда жасалған көліктер, Қазақстанда құрастырылған көліктер. Hyundai, жаңағы Cobalt, Кияның түр-түрі, Hyundai'ның түр-түрі деген сияқты. Сосын Қытайдан әкелінген көліктер. Бұл жерде енді екіге бөлеміз. Қазақстанда құрастырылған көліктер және Қытайдан келгендер. Енді мемлекеттік органның өзі Қытай көліктерінің сапасына қатысты сын көбейді деп ақпарат таратты. Яғни бұл жерде шынымен сын көбейді ме, әлде қазақстандық көліктерді өткізудің бір жолы ма? Қытайлық көліктері нашар, оларды алмаңдар, біздікін алыңдар деген сияқты месседж бар ма? Ол жағын енді нақты айта алмаймын. Сонымен Қытай көліктеріне қатысты бір мысал мынадай. Павел Халиуллин деген азаматты білетін шығарсыздар. Тиктокта біраз шу көтерді. Астанадағы Астерден Амода C5 көлігін, яғни паркетник бар ғой, кроссоверді сатып алады. 16 қыркүйек күні, осы 2024 жылы 16 қыркүйек күні су жаңа көлікті сатып алады. 3 миллион бір нәрсе мыңын қолма-қол алдын ала жарна қылады, қалғанын Еуразиялық банк арқылы несиеге рәсімдейді. Ол барлығын толық өзі айтып отыр. Ақпаратты өзі жариялады. Бір айдан аса уақыт, яғни қыркүйектің ортасында алды, қарашаның 26-сы деді. Көлігімен жүрген кезде мынау үлкен қатты тоңқылдақты ұстаса, не болмаса мынау жол үстіндегі лежачий полицейскийді қатты жүріп өтсем, өз бетімен аварийка жанады дейді. Одан соң бір күйіктің иісі шығатын болды дейді көлікті. Сосын жаңағы азамат, енді өзін Павел Халиуллин деп таныстыратын азамат, Астерге барады. Приехали мы. Еще машину даже в гараж мы не загнали, он мне выставляет счет на оплату. 10 тысяч, говорит, оплатите за нашу диагностику. Я говорю, Павел, ну как оплатите? Машина новая, 2 месяца. У вас же гарантия есть, сервис есть. Ну вот вы должны оплатить, у нас такие правила. Я говорю, зови самого главного. Вышел начальник отдела продаж Казахтың жігіті. Он вышел, я ему объяснил ситуацию. Я говорю, за что должен платить? Машина же новая, я же у вас купил. Сервис, гарантия же должно быть. Он с ним переговорил. И Павел мне, в таком тоне одолжения, типа, вот Астер за вас оплатил. Я говорю, ты мне так не говори, говорю. Я у вас машину новую купил. Это же ваш косяк, не мой же. Я настоял, чтобы диагностика проводилась при мне, чтобы я видел. Мы зашли в СТО, я запомнил, русский мужчина, у него в левом ухе серьга была. У него в руках индикатор, который проверяет контакты. Он открыл капот и смотрит предохранители. Я ему говорю, брат, причина не там, говорю, вот здесь под панелью, говорю, запах оттуда идет, говорю. Он лег вот так на переднее сиденье и руками начал щупать там.
Посмотрел, говорит, все нормально. Потом второе его действие, у него был пусковой аппарат, который заряд аккумулятора проверяет. Он посмотрел заряд аккумулятора, говорит, все нормально. Все, говорит, нормально, дефектов не обнаружено, можете ехать спокойно, говорит, все, говорит, нормально. Сонымен тексерістен ақыры ештеңе жоқ, барлығы дұрыс деп 15 минутта қарап шығарып береді, бірақ ол азамат міне мен сен көлігімді әкелдім, енді соны дәлелдейтін маған құжат беріңдер деген талап қояды жаңағы неге шеберхананың басшысына. Сосын ол акт жазып береді, міне осындай жалобамен келді, ешқандай дефект немесе ақау анықталған жоқ, біз кері қайтардық дейді. Ол 30-шы қараша күні тексеруден өтеді. 2-ші желтоқсан күні тағы 2 күн өткеннен кейін балаларын сабақтан алып кеп көлігін есік алдына қойып өз үйге берсе, автосигнализациясы ойнайды. Өшірсе өшпейді. Атып шығып, қайтадан жүгіріп барып, сыртқа қараса, киініп шығып қараса, көршісі тұр дейді, есігін сенің көлігің жанып атқан сияқты деп. Жүгіріп барса, шынымен де көлігі жанған, мына орталық консольдан от шыққан, лобовой терезесін тесіп, жанып жатыр екен. Сосын көршілердің көмегімен отты сөндіреді. Басқа көршілері ол уақытқа дейін өрт сөндірушілерді, құтқарушыларды шақырып қойған екен. Өзі сөйтіп жүрген кезде не алады, отравление алады, уланып қалады. Соның капотты ашам деп көліктің ішін ашып, капоттың аккумуляторын ағытам деп жүрген кезде 3-ші дәрежелі улану деген оның да құжаты бар. Сөйтіп біраз қиналады. Сосын бірден гарантиясы бойынша хабарласады, міне осындай сіздерді тексерткем, көлігім гарантияда тұр, бірақ менің көлігім өртеніп кетті, орнына қойып беріңіздер дейді. Бірақ ол жігіт орнына қойып беріңіздер демейді, менің көлігімді алыңыздар, суммамды толық қайтарып беріңіздер, үстінен моральдық шығынды қайтарасыздар дейді. Хабар жоқ. Басында 1-2 адам хабарласып, жағдайын біледі, барлығын реттеп береміз дейді. Ол жігіт Қытайдағы компанияның басшысыны да нөмірін тауып алып, телеграм арқылы сол жігітке де шығады. Ой, бізге азаматтарымыздың денсаулығы мен қауіпсіздігі бірінші орында, біз барлығын көмектесеміз, бүйтеміз деп басында біраз әңгімені айтқаннан кейін, 1-4 күннен кейін болды. Астанада Астер бар, сен сол жақтан көлікті алдың, маған енді хабарласпа, жазба, қоңырау шалма деп блоктап тастайды. Сонымен ары қарай не істерін білмейді, ешкім хабарласпайды. Енді тиктоктан біраз көрерменнің өздері де көрген шығар. Жанған көлігін эвакуаторға артып, Астанадағы Қарағанды трассасының бойындағы Астердің алдына апарып қойып қояды. Потом я решил все записывать в тикток. Мне посоветовали друзья. Ты, говорит, шумиху подыми, говорит, они так и загладят это. Я загрузил машину на эвакуатор, отвез на Карагандинскую трассу, поставил ее перед входом в автосалон. И каждый день с утра я в 9 утра уже там был, как на работу я ездил. Чистил снег с машины, открывал двери, чтобы народ видел их обращение, как они обращаются со своими клиентами. Алып кет деп айтады, ол жерде біраз проблема болады, милиция шақырады, бірақ көлік иесі ол Астер емес, көліктің иесі өзі жайдан жай оны алып кет, біреуге артып жібере алмайды, милиция оған ештеңе істей алмайды, полиция. Сөйтіп біраз күн тұрады, одан соң плакат жазады, су жаңа кезінде жанып кетті, сервис жоқ, гарантия жұмыс істемейді деген нәрсені айтады. Шынымен де гарантия бойынша оған ешкім көмек көрсете алмай жатты осы уақытқа дейін. Айтпақшы, ол көлікті сатып алған кезде, қазір білесіздер ғой, жаңа көлік сатып алсаң, міндетті түрде сізге міндетті деп касканы алдырады. Каска сақтандыру жүйесі бар ғой, соны алдырады. Каскамен барса 11 миллион 400 мың теңгеге алған көлігін 5 миллион теңге ғана бағалайды. Сіз міндіңіз, оны үйттіңіз, бүйттіңіз, 2,5 ай жүрдіңіз, 6 мыңға жуық пробег болады. Сонда 2 есеге арзандатып тастаған көлігінің бағасын. Сонымен мәселесін шеше алмайды. Қазір енді өзі басқа көлікті мініп жүр. Анау көлік бүгін міне ақпан айының 4-і бүгін. Желтоқсан, қаңтар өтті. 2 айдан асты.
әлі ешқандай хабар жоқ. 3 ай кетіп бара жатыр, көлігі сол қалпы тұр. 15 наурызға сотты қойыпты. 15 наурызда сот болады дейді. Айтпақшы, экспертиза жасатқан жаңағы Павел Халиуллин деп таныстырған жігіт өзін бір өте мықты сарапшыны, сараптама жасайтын адамды тауып алады. Ол жаңағы мынау Ақтауда өткенде ұшақ құлады ғой, соның сараптама жұмыстарына да қатысқан өте мықты сарапшы дейді, өзі солай айтып отыр. Ол тежегіш жүйесіне қатысты бір мынау консольдің астындағы сымнан от шықты деген шығуы мүмкін. С большой вероятностью деп жазып береді, с большой вероятностью. Ол дегеніңіз енді осы жерден шығуы мүмкін, ол 100% білмейді ғой шынымен де. Бірақ сол сөзге қадалып қалды дейді Астердің заңгерлері. Ол с большой вероятностью деп тұр, мүмкін 100% осы жерден деп айтып тұрған жоқ қой деп. Енді ол саған өртеніп кеткен, дым қалмаған көліктің ішінен кім қалай мына жерден тұтанды деп айта алады. Максималды түрде жақындатып тауып берген, дегенмен оған Астер көнбей отыр. Енді сіздерге айтайын, бұл көлікке Астер өзінің сараптама жұмысын жүргізбекші. Әзірге ол қандай сараптама болады, кім жеңеді, қалай болады, ештеңесі белгісіз. Ары қарай не болатыны белгісіз. Соттың шешіміне ғана үміт артып отырым деді. Жаңағы TikTokта өзін Павел Халиуллин деп таныстыратын жігіт. Шын аты жөні оның бөлек. Ол аты жөнін жариялағысы келмейді ол азаматтың. Сонымен, енді осы материалды мен кеше Инстаграмға, TikTokқа жариялаған едік. Эфирден де өтті. Астына жазып жатқан азаматтар, адамдар өте көп. Шынымен, Қытай көліктерінің сапасына көңілдері толмайтын азаматтардың көп екенін көрдік. Сонда мен сіздерге айтарым. Бір жағынан, мына азаматтарымыз қазір алып жатыр ғой, несиелеу бағдарламалары, олардың банктің емес, сол автосалонның өздері жақсы бағдарламалар ұсынып жатыр. Мысалы 20% берсең, осыншама пайызбен береміз деген сияқты. Біздің бұрын таласып тармасып жүретін 4% несиені олар былай да беріп жатыр. Сондықтан соған қызығады азаматтарымыз. Сосын бағасы, енді опциясы көп, түрлері әдемі. Қарапайым азаматтарды баурап алатындай жағдайды көп жасап қойған, бірақ сапасына қатысты сын көп болып тұр. Жалпы тұтынушылар не нәрсеге шағымданады? Олар жаңағы көліктің қозғалтқышы немесе беріліс қорабындағы ақауларға, электроника немесе жаңағы салқындату жүйесіндегі кемшіліктерге, болмаса жаңағы аталған сипаттамаларға сәйкес келмеуіне шағымданады. Кімнің сатып алған машинасы қандай сапада болатыны белгісіз. Олар штамповать етіп, пытырлатып, басып істеп жатыр. Қайсында қандай бірақ кеткенін ешкім білмейді. Сатып алғаннан кейін сіз өзіңіз бірақ тексере аласыз. Бұл зауыттан бірақ болып шықты ма, шыққан жоқ па. Бірақ бірақ болып шығатын болса, оны қайтадан қалпына келтіру, яғни оның көліктің сапасы ғана емес, сол көлікті сатып отырған дистрибьютерлердің, сол көліктің атынан сөйлеп отырған автосалондардың қызмет көрсету сапасы да өте нашар болып тұр. Менің бүгінге дейін түсінген ақпаратым. Сіз көлікті алғанша дейін сізден жақсы адам жоқ. Сіз көлікті қалай сатып алдыңыз? Болды. Жоламаңыз дейді. Қатысымыз жоқ дейді. Қайдағы гарантия дейді. Болды. Көлікті сатып алдыңыз, сіздің оларға ары қарай қажеттіліктеріңіз болмай қалады. Сондықтан кез келген көлікті аларда мен 100% алмаңыз, жоламаңыз деп айта алмаймын. Әркімнің өзінің талғауы бар, өзінің қалауы бар. Дегенмен, алмас бұрын міндетті түрде жақсылап ойланыңыздар. Сізге бұл көлік шынымен қажет пе, қажет емес пе? Не болмаса, тура сол ақшаға басқа арзан, немесе сапалы, ескі болса да сапасы жақсы көлік алғаныңыз мүмкін әлдеқайда жақсы шығар. Жақсылап ойланыңыздар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қытай алған азаматтарды түсінбеймін деп жатқан азаматтар көп. Сіздің пікіріңіз қандай? Астына пікірге жаза кетіңіз.